Сізге мотивация беретін 10 кеңес. Бізге көп жағдайда мақсатқа жету үшін мотивация жетпей қалады. Ақыл мен санаға жүгінсек бәрін түсінеміз. Бірақ кейде жалқаулық жар бермей, бір істі бастап кетуге батылымыз жете бермейді. Сол үшін мен мотивацияға беруге жәрдемдесетін 10 кеңесті ұсынғанды жөн көрдім. Бірінші, позитивті көңіл-күй. Мотивацияда көтеріңкі көңіл-күй өте маңызды. Позитивті адам үшін бір істі бастап кету оңай. Өмірдің түрлі қиындықтарына төтеп беру оңайырақ. Адамдармен достасып, қарым-қатынас құру жеңіл. Егер үнемі ізденіп, талпынып, алға ұмтылып жүргіңіз келсе, тек жақсы істер туралы ойлап, мақсат қойып, соған жету үшін аянбаңыз. Екінші, шын көңіліңізден шығатын іспен шұғылданыңыз. Өзіңіз ерекше құлшыныспен айналысатын іспен шұғылданыңыз. Сіз одан табыс табасыз ба, таппайсыз ба, ол маңызды емес. Өзіңіз қалаған іспен айналысу арқылы өзіңізге қуаныш сыйлайсыз. Шын мәнінде жүрек қалаумен жасалған әрекет қашан да адамға керемет мотивация береді. Үшінші, ол әрине бағытты ауыстыру. Кейде тіпті өзіңізге ұнайтын іс болса да, мотивация жетіспейтін кезең болады. Ондай жағдайда не істеу керек? Сізге бағытты ауыстыру керек. Сіз бір орында тым ұзақ уақыт отырып қалдыңыз. Жұмысыңызды ауыстырыңыз, не болмаса ақыл-ойға салмақ салатын қызметтен бизнеске қарай көшіңіз. Мүмкіндігінше басқа іспен шұғылдануға тырысыңыз. Төртінші, өміріңізді күрделендіре бермеңіз. Артық және қажет емес атақтан арылыңыз. Өзіңіз қиялдан құрастырып алған жетістіктен құтылыңыз. Мәселен, бұрын мен үшін қоғамда өз статусымның болғаны маңызды еді. Ол үшін ең әуелі жетістікке жеткен адам болуың тиіс. Ол жетістіктің көрсеткіштері жақсы кеңседе отыратын жұмыс, жаңа көлік, өз баспанаң, карьерасы мықты жолдасыңның болуы. Алайда мұның бәрі мен үшін емес, мені қоршаған орта, қоғам үшін маңызды еді. Жұрт мен туралы не ойлайды деген сұрақтың жауабы үшін сияқты. Ал қазір ондай түсінік мен үшін маңызды емес. Менің өмірім қарапайым. Есесіне менің көңіліме жағады. Гармония пайда болады, жан дүнием тыныш. Ертеңгі күнге деген үмітім бар. Осының бәрі мені алға қарай жетелейді. Бесінші, спортпен шұғылданыңыз. Сіз спортпен шұғылданғанда денеңізде эндорфин атты бақыт гормоны өндіріледі. Егер күйзелістің белгілерін байқап, өзіңізді нашар сезінсеңіз, жүгірумен шұғылданыңыз. Спортқа жазылып, бассейнге барыңыз. Спортқа сонша ынтық болмасам да, өзімді мәжбүрлі түрде көндіремін. Себебі бақытқа жетудің тегін әдісі деп санаймын. Алтыншы, мотивация беретін фильмдер қараңыз. Біздің өмірімізде киноның мәні зор. Мотивация беретін қаншама тағдырлар туралы фильмдер бар, соларды қараңыз. Жігеріңізді арттырып, мотивация беретін фильмдерден кейін бірден көңіл күйіңіз көтеріліп, пайдалы бір іспен шұғылдануға ынтаңыз пайда болады. Жетінші, дұрыс тамақтаныңыз. Таң қалмасқа амал жоқ. Тамақтанудан да мотивация алуға болады. Құнарлы әрі пайдалы ас ең әуелі көңіл күйге, сосын жұмыс күнінің өнімділігіне әсер етеді. Суды көбірек ішіңіз. Көкөніс пен жеміс-жидекті көбірек тұтынуға тырысыңыз. Ішкі ағзаңызды тазалаңыз. Бұл қадам дәрігер мен дәріге көп шығын кетуден сақтайды. Сегізінші, жақсыдан үйреніп, жаманнан жиреніңіз. Пайдасыз телебағдарламалар мен ұзын сонар телехикая көруді қойыңыз. Сары басылым оқымаңыз. Өмірге орынсыз өкпелеуден арылыңыз. Біреуді сынап мінеуден тыйылыңыз. Мұның бәрі алтын уақытыңызды босқа өлтіреді. Одан да бос уақытыңыз шыға қалса, оңаша қалып, өмір туралы ойлануға машықтаныңыз. Тоғызыншы, өзіңізді дамытумен шұғылданыңыз. Мотивация үшін рухани кемелденуге тырысыңыз. Пайдалы әрі жігерлендіретін кітаптар оқыңыз. Түрлі курстар мен тренингтерге жазылып, мүдделес адамдармен араласыңыз. Оныншы, табиғатқа жақын болыңыз. Табиғат аясына шығып, таза ауамен тыныстау қашанда денсаулыққа пайдалы екені белгілі. Гармония мен әлемнің сұлулығын сезіну арқылы ми тынығады. Табиғат ана жанымызды емдеп, көңілімізді сергітеді. Құрметті оқырмандар, алтын уақыттарыңызды бөліп, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Мен алдағы мақсатым
YouTube арнамдағы оқырмандар санын 100-ге жеткізу. Кәне достар, көмектесіп жіберіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз маған ауадай қажет.